Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Майзада, Айплюс Республикалық білім беру орталығының тарих пәнінен сабақ беремін. Бүгін дүниежүзі тарихынан 18-ші нұсқаны талдаймыз. Бірінші сұрақ: жалпы тарихтың бірінші кезеңі. Ол А жауабы: ежелгі дүние тарихы. Жалпы тарих, өздеріңіз білесіздер, 4 кезеңнен тұрады. Сол 4 кезеңді өзіміз есімізге түсіріп көрейік. Бірінші кезең ежелгі дүние тарихы болса, ал екінші кезең қалай аталушы еді? Е жауабы: орта ғасырлар тарихы. Ал үшінші кезең ол Б жауабы: жаңа заман тарихы. Ал төртінші кезең ол бізде қазіргі заман тарихы, С жауабы. Д жауабы алынбайды. Ерте орта ғасырлар тарихы ол орта ғасырлар тарихының бір бөлігі. Орта ғасырлар тарихының өзі 3 кезеңнен тұрады: ерте, ерте, дамыған және кейінгі. Негізі осы орта ғасырлар тарихын және жалпы бізде тарихтың 4 кезеңі Қазақстан тарихында да бар. Екінші сұрақ: Кушан мемлекеті тұсында ашылған алғашқы континент аралық сауда жолы. Кушан мемлекеті қазіргі Өзбекстан мен Қырғызстан территориясында құрылған мемлекет. Шамамен біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырларда өзінің күшті қуатты мемлекет екенін дәлелдей алған. Осы уақытта бұл Орта Азиядағы қуатты мемлекет болды, себебі батырлардың, әскерлердің, қару-жарақтардың күші зор болған. Мысалы, батырлардың сауыт киюі әлемде бірінші рет осы Кушан мемлекеті ойлап тапқан. Тіпті жаңағы жылқылардың өздерін сыртын жақсы қорғаған, сауыт кигізген екен. Сол уақытта Рим мен Қытайды бір-бірімен байланыстырып тұрған ұлы жібек жолы осы Кушан мемлекет аралығынан өткен. Рим мен Қытаймен терезесі тең тұрған мемлекет болыпты Кушан. Үшінші сұрақ: Үндістанды өзге елдерден бөліп тұрған тау. Ол Е жауабы: Гималай. Себебі Гималай тауы Тибет таулары мен Үнді Ганг жазығының аралығында орналасқан. Үндістан, Непал, Қытай, Пәкістан, Бутан елдерін жаңа территориясы жағынан бір-бірімен бөліп тұр. Және осы Үндістан мемлекеті өзі ыңғайлы жерде орналасқан екен. Астында сіздерге Үндістанға байланысты, сол жеріне байланысты географиялық сұрақтар берілген. ұбт-да жиі кездесіп жүр. Соны жаттап алсаңыздар болады. Мына жерде сіздерге карта берілген. Видеоны паузаға қойып, өздеріңіз тоқтатып қарап көрсеңіздер болады. Шынымен де Пәкістан, Непал, Бутан, Үндістан, Қытай мемлекеттерін Гималай тауы ыңғайлы бөліп тұрған екен. Төртінші сұрақ: Батыс Рим империясының құлауының белгісі ретінде германдықтар не істеді дейді. Негіз Батыс Рим империясы, өздеріңіз білесіздер, 476 жылы құлаған. 476 жылы Батыс Рим империясының құлауы ежелгі дүние тарихының аяқталуымен және құлдықтың жойылуымен байланысты екен. Өздеріңіз білесіздер, Батыс Рим империясы Рим епископы Рим папасының қолдауымен жаңағы император таққа отырған. Сол кезеңде императорлық белгі плащ пен бас киім болған. Сол плащ пен бас киімді германдықтар Константинопольге қайтарады. Демек, Батыс Рим империясы құлады, жаңа заман келді деген мағынаны түсіндіріп тұр. Қалған жауаптар талдап көрейік, неге келмейтін. Рим қаласы қираған үйіндіге айландырды. Бұл бізде Батыс Рим империясының құлауына дейінгі болған жағдай. 455 жылы вандалдар, герман тайпасы деп айтса да болады, бұларды Римді алған уақыт кезінде ешкімді аяған жоқ, халықты құлдыққа айландырды, бүкіл байлықтарын тартып алды және осы кезеңде қалаларды, сәулет өнерлерін қиратқан еді. Б жауабын көрейік. Империяның орталығы Равен орталығы қорғанына көшірілді. Мұндай оқиғаны ежелгі дүние тарихынан мен білмейді екенмін, қарастыра алмадым. Д жауабын көрейік. Остготтар мемлекеті жариялады. Батыс Рим империясы құлағаннан кейін герман тайпалары осы Батыс Рим империясының әр бөліктерінде өз герман тайпалары онсыз да көп. Вестготтар, Остготтар, вандалдар дегендей, сол лангобардтар деген әулеттер болған. Сол тайпалар өздері бөлек-бөлек мемлекет құрған. Мысалы, Остготтар Италияда өз 5-ші ғасырдың аяғында өз мемлекетін құрған тайпа болады. Енді Е жауабын көрейік.
Орестің 15 жасар ұлын Ромулды император деп жариялады. Бұл Батыс Рим империясының соңғы императоры 475 жылы таққа отырған, бірақ өзінің әлсіздігімен халықты, билікті басқара алмады. Енді ол кезде де өзі Батыс Рим империясы құлауға шақ болған кез. 5-ші сұрақ: Египет халқының ислам дінін қабылдау кезеңі. Б жауабы 7-ші ғасырдың ортасында. Өздеріңіз де білесіздер, Мұхаммед пайғамбар 630 жылдары ислам дінін қабылдағаннан кейін, оны осы Египетке дейін ортасында Египет халқының өзі 7-ші ғасырдың ортасында қабылдаған екен. 6-ші сұрақ: 11-ші ғасырда Британ аралдарын жаулап алған Нормандия герцогі. Нақтырақ айтатын болсақ, 1066 жылы. Негізі Британ аралы Еуропа жерінен құрлықтан Еуропа құрлығынан бөлек орналасқан аралда. Осы Британ аралында Ұлыбритания корольдігін англосаксондық әулеттер басқарып отырған екен. Нормандия герцог келгенге дейін. Негізі Нормандия жері бұл жерді отарлап алғанға дейін Дания жері өзі жаңағы корольді отырғызып, Рим папасының келісімі бойынша шіркеумен, сол жерде жаңағы король басқарып отырған. Эдуард өлгеннен кейін жаңағы Англияның королі, оның жаңағы артынан отыратын адам болмады, тұқым болмады. Сол кезеңде Гарольд англосаксондық болды жаңағы тайпадан өзін корольмін деп сайлаған, бірақ шіркеудің рұқсатынсыз. Осы сәтті пайдаланып, Нормандияның герцогі Вильгельм сол кезеңде Рим папасы Александр папаға елші жіберіп, жаулап алу жоспарын бекітуді өтінеді. Вильгельм барондарды жинап алып, олардың әрқайсынан жорық туралы пікірін сұрады. Олардың бәрі жан-тәнмен қимылдауға міндеттеніп, герцогқа үйіп-төгіп уәде беріп, белгіленген уақытта олар келіп жетті. Бәрі кемеге отырып, желдің көмегімен Гастингстің жағасына тез-ақ жетіп келіп, бұл Британ аралының жаңағы портты жері 1066 жылы Лондон қаласын басып алған астананы. Сөйтіп, Вильгельм Ұлыбритания жерінің королі атанған. Қалған жауаптарды көрек. Вильгельмнен кейін оның орнына отырған оның шөбересі 2-ші Генрих Плантагент дегеніміз өзін жаңағы шыққан тегінің атын бірге қосып жазып жүрген 1154-1189 жылдары билік құрған. 3-ші Генрих, әрине ол 2-ші Генрихтан кейін таққа отырған 1216-1272 жылдары. Бұл да сіздерде тестте келіп жүр, иә? Оғанда байланысты тарихи оқиғалар бар. Гарольд ол англосаксондардың соңғы королі деп атайды. Жаңа сіздерге естеріңізде бар болса, бағана мәтінді оқыған кезде айтқам. Вильгельмнің алдында Эдуард өлгеннен кейін Гарольд шіркеудің рұқсатынсыз таққа отырған еді. Және 6-ші Генрихті көрек, ол бізде Ланкастер, демек өзінің жаңағы шыққан тегін бірге қосып жүреді атына. 1422-1461 жылдары билік құрған. Бұл кезеңде білесіздер, ал қызылдар мен ақ раушандар соғысы болған. Ланкастер өзі дімкәс ауру болған. Сол кезеңде билік тұрақсыз болған соң өзінің туыс әулеті бар. Сол екеуінің арасында жаңағы қақтығыс туындайды. Ал қызылдар ақ раушандар деп атаған себебі олардың туларында осы жаңағы раушан суреті бейнеленген. Және тағы бір ерекшелігі бұлардың жаңағы сол кезеңдегі раушандардың көп өсуіне де байланысты дейді. 7-ші сұрақ: 1137 жылы Еуропада сословиялық өкілеттік билік түрі кортес пайда болды. Жаттап аламыз. Ең жоғарғы билік жаңағы парламент секілді. Кортес осы Кастилияда, демек Испанияда пайда болған екен. Одан бөлек бізде қалғандарын көрек. Ең жоғарғы өкілеттілікті қалай атаған? Мысалы, Польшада Сейм деп атаған, бұл да тестте келіп жүр. Және Чехияда да сословиялық өкіл, ол бізде Сейм деп аталады. Венгрияда Дайт, бұл бірақ бізде ОБТ-да тестте келіп жүрген жоқ, сондықтан оны жаттамасаңыздар болады. Франция, ол басы штаттар, сіздер білесіздер 13-ші ғасырдың басында, 4-ші Филипп кезінде. Және Англияда ол парламент, екі палатадан тұрады, лордтар және қауымдар. 8-ші сұрақ: Византияның түрік османдарын бағындырған жылы.
Ол бізде Б жауабы 1453 жылы 2 Мехмет Константинопольді басып кіреді. Сіздер білесіздер, осы кезеңде Константинопольді Стамбул деп атын өзгертеді. Византияның жаңағы Балқан түбек және Кіші Азияға бағынған жерлерін түрік Осман империясы өздеріне қаратып алған еді. Осындағы жаңағы Византия жерін басып алуы тарихта географиялық ашуларға алып келген екен. Бұл да ұбт-да келіп жүр. 9-шы сұрақты көрек. 15-16 ғасырларда оңтүстік Америкадағы инктер империясын жаулап алған европалық қарақшы. Негізі сіздер білесіздер, 14-ші ғасырдың аяғы, нақтырақ айтқанда 15-ші ғасыр, 16-ші ғасырларда бізде географиялық ашулар болған. Мысалы, мына жердегі 9-шы сұрақ, нақты жылын айтқанда 1475-1541 жылдар аралығында европалық қарақшы Писаро Америкадағы инктер империясын жаулап алған еді. Қалған жауаптарды көрек, біз жаттап жүретіндей. Мартин дегеніміз, ол бірнеше жаңағы кеме саяхатында болған Лотарингияның картографы, карта жасаған біраз жерлерге. Кортес Мексиканы жаулап алған және ацтектер мемлекетін жойған испан конкискаторы. Писон Бразилия жағалауын ашқан. Бұдан кейін Бразилия жағалауына Америка Веспуччи келіп, Америка құрлығын ашқан еді. Колумб Үндістанда батыс жолмен жетуге әрекет жасаған европалық теңізші. Колумб жайлы көп деген бірнеше сұрақтар бар, өздеріңіз де білесіздер. Жалпы негізі ол Үндістанға батыс жолмен жетуге әрекет жасаған алғашқы европалық теңізші. 10-шы сұрақты көрек. Капитализмнің жаңа сатысы империализм енген кезең. Бірнеше капитализм деген не екенін көрек. Жалпы капитализм дегеніміз, ол мемлекетте жеке меншікке жаңа құқық береді. Нарықтық экономиканы негіздеп, соны ескере отырып қоғам құру. Демек, мысалы, егер жазды күні, мысалы, жаздық киімдер керек болса, оны жазда өндіру. Қыстық киім керек болса, қыста өндіру. Демек, халықта, қоғамда қандай сұраныс бар, соған байланысты өндіріс өндіруді капитализм деп атайды. Ол алғаш рет 15-16 ғасырларда батыс Европада пайда болған. Әсіресе, мысалы, Франция және Англияны айтсаңыздар болады. Сол уақыттағы 18-19 ғасырларда өндірістік капитализм қалыптасты. Өндірістік капитализм әсіресе ол бізде Англияда, сіздер білесіздер, бу машинасы, сол кезде неше түрлі тігін машиналары ойлап тапқан осы Англияда. Демек, өндірістік дегеніміз жалпы жұмыс көзі өндірістен болып тұр. Осы кезең нарыққа ескеріле отырады. 20-шы ғасырдан бастап енді мемлекет өзі белгілі бір баға қоя бастады. Мемлекет жаңа нарықты өзі қадағалай бастады. Сыртқа шығару жаңағы сауда жүйесі соның барлығы. Міне енді сіздерде сұрақ келіп тұр. Капитализмнің жаңа сатысы империализм енген кезең, ол Д жауабы 19-шы ғасырдың аяғы, 20-шы ғасырдың басы. Демек, бізде мемлекеттің капитализмге айналысуы десек те болады, араласуы. 11-ші сұрақ. Манчжур Цинь империясының соңғы императоры. Манчжур Цинь империясы 1644-1912 жылдар аралығына дейін жаңа билік еткен империя. Қытай жерінде ең соңғы император ол Пуи, жаттап алуларыңызға болады. Бұл сұрақ біз сіздерде жиі келіп жүр негіздесте. 12-ші сұрақты көрек. 1871 жылы Францияда 21-28 мамыр аралығында қанды апта деп аталуының себебі дейді. Бұл жауабы Париж коммуналары мен Версаль әскерлерінің арасында қырғын соғыстың болуы. Енді не ол бізде қанды апта дегеніміз, соған тоқталайықшы. Және Париж коммунасы дегеніміз. Негізі 19-шы ғасырларда Пруссия корольдігі жаңағы мысалы әлемдегі империя мемлекеттерінің бірі болған, әсіресе Еуропада құрылған. Осы кезеңде жалпы өзі Еуропаны өз ықпалына айландырғысы келген. Мысалы, сол кезеңдегі бірінші канцлер Отто Бисмаркті білесіздер. Париж коммунасы дегеніміз тұңғыш жаңағы революция өтіп мемлекетте жұмысшылардың өзі құрған мемлекет. Бұл мемлекет Париж коммунасы деп аталады. Бұл мемлекет бізде 71 күн ғана небәрі билік еткен. Сол уақыттың ішінде
жаңағы бірнеше көтеріліс болған. Бұл осы оқиға бізде жаңағы мықты саясаткерлердің тарих сахнаға шығуы үлкен әсер етті. Мысалы Ресейдегі оқиғалар да осы Париж коммунасымен байланысы бар. Осы кезеңдерде сол жаңағы Пруссия корольдігінің Франция жеріне қайта-қайта ықпалын күшеюі, сол кезеңде жалпы мемлекетте 3-ші республика болып жарияланады. Осы кезеңде қайтадан Версаль әскерлерімен, демек кәдімгі республика мен Париж коммунасының арасында жаңағы үлкен соғыс болады 21-28 мамыр аралығында. Осы кезеңде қаншама әскерлер, қаншама қарапайым жұмысшы тап өкілдері көп қырғынға ұшырайды. Сол уақытты біз қанды апта деп атайды екенбіз. 13-ші сұрақты көрейік. 19 ғасырдың астроном ғалымдарының еңбегі нәтижесінде 1846 жылы ашылған жаңа планета Нептун. Бұны жаттап алу керек. Бұл 19 ғасырларда астрономдардың ашқан ең үлкен жаңалықтардың бірі. 14-ші сұрақ. 1906 жылы ақпан айында Германия мен Францияның арасында қанды шайқас. Бұл су жауабы Верден қырғыны. Сіздерде тіпті сұрақта да келіп тұр. Қанды шайқас деп тұр. Верден қырғыны. Себебі бұл жақта екі жақтан да жаңағы пайда тиген жоқ. Германияның әскерлерде, Франция әскерлерінде көптеген жаңағы адамдар қырылған. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германияның Франция жерінің біраз бөлігін басып алу оқиғасы ретінде тіркелген. Сол кездің өзінде жоғары жақтан ұшақпен қарағанда Франция жері қанға боялған секілді түс көрінген, қып-қызыл болып. Себебі жаңағы үлкен қанды шайқас болған, екі жақтан да адам қырылған. Бұл сондықтан Верден қырғыны деп оқиға тарихта қалған. Енді қалған жауаптарды көрейік. Бұларда да ОБТ-да сұрақта келіп жүр. Мысалы, Ипр шайқас жайлы не білесіздер сіздер? Ол 1915 жылы болған. Бұл кезеңде Германия алғаш рет химиялық қару жасап, соны қолданған. Сіздер өздеріңіз бұл да ОБТ-да келіп жүргенін байқадыңыздар. Марна түбіндегі шайқас 1914 жылы қыркүйекте болған. Екі жақтан қатысқан жауынгерлердің саны 2 миллионнан астам. Бұл да тесттен келіп жүрсерді. Арас шайқасы бұл 1917 жылы 9 сәуірден 16 мамыр аралығында болған. Бұл Арас шайқасы Франция мен англиялықтар өздері бірге жұмылып, жақтастар жинап, Германияны мүлдем жаңағы бірінші дүниежүзілік соғысты тоқтату үшін жасаған әрекеттердің бірі. Бұл бұған алдын ала ұзақ дайындалған шайқастардың бірі болған. Екі жақтан да көп жаңағы әскер қырылады. Сомма шайқасы өзеннің бойында 1916 жылы ағылшындар мен француздардың бірігіп Германияға қарсы жасаған, Германияға төтеп берген соғыстардың бірі. Сіздер білесіздер, бұл кезеңде тарихта тұңғыш рет танкілер қолданылған. 15-ші сұрақ. 1921 жылы сәуірде Қытай Республикасының президенті болып жарияланды. Бұл Катун қаласында Цун Яцин. Алғаш Қытай Республикасының президенті Цун Яцин. Жаттап алсаңыздар болады. Қалған жауаптарды көрейік. Бұлар кімдер, қандай қызмет атқарды? Мао Цзэдун 1893-1976 жылдар аралығында өмір сүрген. Қытайдың жаңа дәуірінің төңкерісінің көсемі деп атаған. Себебі 1930-70 жылдар аралығында Қытай Халық Республикасының Компартиясының жетекшісі болған. Өзінің бір қатаң тәртіп саясатымен тарихта қалған. С жауабын көрейік. Дэн Цзяопин Қытайдың мемлекет және қоғам қайраткері. Қытай Халық Республикасы құрылғаннан кейін елдің басқару жүйесінде әртүрлі қызмет атқарған екен. Демек, қоғам қайраткері. Кан Ювей Қытайдың көрнекті ғалымы, 19 ғасырдың аяқ шегінде реформа жүргізу жолындағы қозғалыстың жетекшісі болған екен. 1927 жылға дейін өмір сүрген. Чан Каши 1912 жылы Коминдан партиясын құруға атсалысты. Цун Яцинмен тығыз байланыста болып, оның саяси бағытын қолдады. Сіздерде тестте келеді. Сұрақта 25 жылы Коминдан партиясының жетекшісі болған деген. Сонымен Цун Яцинді қолдаған, Коминдан партиясын құруға атсалысқан Чан Каши екен. 16-шы сұрақты көрейік. Ұлыбританияның 1952 жылдан бергі мемлекет басшысын атаңыз. Әлі күнге дейін тақта отырған ол екінші Елизавета. Қалған жауаптарды көрейік біз.
Браун Ұлыбританияның премьер-министрі болған 2007-2010 жылдар аралығында. Бірінші Хуан Карлос, бұл бізде Ұлыбританияға қатысы жоқ, Испания королі. 6-шы Георг 1936-1952 жылдар аралығында Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның королі болған. Демек, Елизаветаға дейін. Чарльз Уэльский әлі күнге дейін ол бар, ол Елизаветаның бірінші ұлы. Демек, принц герцог деп айтады ғой. 17-ші сұрақты көрейік. 1925 жылы Гаминан басшылығына келген генерал. Жаңа сіздер білесіздер, Сун Яценнің саясатын қолдаған, Гаминан партиясын құруға атсалысқан, ол бізде Чан Каши. 18-ші сұрақты көрейік. Спартак балетінің авторы. Бұны жаттап алу керек. Жауабы Хачатурян. Тестте жиі келіп жүр. 19-ші сұрақ. ақш-тың жаңа бағыты Маршалл жоспары айқындалды. Ол Б жауабы 1947 жылы 5 маусымда. Маршалл жоспары дегеніміз екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Батыс Еуропа мемлекеттеріне жаңағы қаржылай экономика жағынан жәрдемдесу үшін ақш-тың жүргізген саясаты. Бұл жоспар 1947 жылы 15 маусымда бағдарламасы бекітілген. Бұл жоспарды жасаған ақш мемлекетінің хатшысы Джордж Маршалл. Соның атына байланысты бұл жоспардың аты қойылған. 20-шы сұрақ. Аргентина президенті Перонға қолдаушы болған ұйым. Бұлды жауабы жаппай еңбек конфедерациясы. Негізі Перон Аргентинаға 3 рет сайлауда болған 1946, 55, 73 жылдар аралығында. Бұл Аргентина тарихындағы ұзақ билікке келген президент, себебі сіздер өздеріңіз білесіздер, осы президенттің келуімен перонизм саясаты құрылған. Демек, екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін Аргентинаның экономикасы өте нашарлаған. Сол Перон екі түрлі бағытта жаңағы мемлекетті күшейтпекші болды. Біріншісі экономикалық жағынан, екіншісі саяси жағынан. Жаңағы сол Перонның жасаған әрбір саяси бағдарламасының барлығы перонизм деп аталады. Сондықтан осы ұғым тарихта қалған екен. 21-ші сұрақ. Ежелгі Египет алтын кеніштермен қызықтырған ел. Ол бізде Ф жауабы Нубия. Алтын көп өндірілген жаңағы ел Нубия болған екен. Тағы бір Нубияға байланысты сұрақ келіп жүр сіздерде. Екінші Рамзестің пирамидасы қабірі қайда орналасқан деп, осы Нубияда. 22-ші сұрақты көрейік. Біздің заманымыздан бұрын 1280 жылы шарт бойынша Сирия жері қандай мемлекеттер арасында бөліске салынды? Негізі Сирия жерін қарасаңыздар, Жерорта теңізінің батыс жағында, шығыс жағында орналасқан өте жіңішке таулы аймақтағы мемлекет болып саналады. Сол замандағы бізде ежелгі дүние тарихында бұл кезеңде жоғары жағында бізде Хет мемлекет солтүстік жағында, ал астыңғы жағында бізде Египет мемлекеті болған. Бұл екеуі бір-бірімен жаңағы бақталас қуатты мемлекет болған. Сирия бізде күміс таулы аймақ болған соң осы жерге қатты қызыққан. Бұған негізі Сирия өзі былай айтқан кезде әскер жағынан қатты жасақталмаған. Ұзақ жылдар бойы соғыс жүргізіледі. Ең соңында 1280 жылы Хет пен Египет мемлекеті бір-бірімен жаңағы бірінші бейбіт бітім шартына қол қойып, Сирияны екіге бөліп алады. Солтүстігін Хеттер, оңтүстігін Египеттіктер алады. Сіздерде сұрақта келіп жүр. Мысалы, біздің заманымыздан бұрын 1280 жылы тарихта бірінші рет бейбіт бітім шартына қол қойған кімдер деп? Ол Хеттер және Египет. 20-ші сұрақ. Жапонияда императорлық биліктің біртіндеп әлсіреп, сегундар билігінің күшейген уақыты. Жалпы біз тоқталып кетейік, кімдер ол сегундар деген, е? 7-ші ғасырда Жапонияда императорлық жаңа билік орнайды. Ең жоғарғы билік барлық жер Микадоның қолында болады. Микадо дегеніміз демек жерді бөліп беретін адам. 11-10 ғасырларда Жапонияда императорлық билік біртіндеп әлсірей бастайды. Оның орны жаңа
топ құралады. Ол Сигундар деп атады. Сигундар дегеніміз Микодоның бірінші министрі немесе оның уәзір қызмет атқарған. Демек, Микадо жер беріп беретін болса, ол өте байыған соң оның оң қолы Сигундар болған екен. Ақырындап Сигундардың қолына билік көшеді. 1192 жылдан бастап Сигундардың саяси билік күшейіп, император елдегі діни басшы ретінде ғана сақталып қалды. Демек, император қандай да бір жаңағы осы Жапония мемлекетінің әсемдік символы ретінде ғана қолданылса, бір діни рәсімдерді ғана қолданып, ал мемлекетті жалпылай саяси жағынан басқарған Сигундар болып қалды. Сөйтіп, осы 11-13 ғасырларда екі билік қатар жұмыс жасаған екен. Ол императорлық және Сигундық. 13 ғасырдың 14 ғасырдың аяғына қарай жалпы толықтай Токугава әулеті билікке келіп, бұл Сигундық әулет 265 жыл билік құрып, 1868 жылы Сигундар билігін самурайлар құлатқан екен. Жаттап алыңыздар, онда 23-тің жауабысы 11-13 ғасырларда. 14-ші сұрақ. 1618-1648 жылдар аралығында болған 30 жылдық соғысқа қатыспаған мемлекет. Қатыспаған сұрапты. Негізі ол жалпы не ол 30 жылдық соғыс? 1618 жылы Франция, Швеция, Голландия, Дания және бізде Германия, Польша, Литва, Испания, олар бір-біріне қарсы жаңағы соғысқа қатысады. Жаңағы бұл кезеңде 30 жыл бойы 18 бен 48 жылдар аралығында тоқтатылып, екі жаңағы өстіп екіге бөлінген Европа мемлекеттері жер бөлісіп әлек болып жатады. Бұл соғыс нәтижесінде Франция Германиядан Эльзас жерін тартып алады, Испаниямен соғыста 1659 жылы соңында ғана аяқталады екен. Ұзаққа созылып кеткен, демек 30 жылдан да көп. Тағы да сіздерді естіге жүр, мысалы Испания соғыс жүргізген ел Франция, Голландия, Швеция. Францияға қарсы Испания, Голландия, Швеция. Еуропалық соғыстың алаңы Германия. Осы жаңағы сұрақтарды өздеріңіз қарап алсаңыздар болады, тесте жиі кездеседі. Енді сол Еуропалық соғысқа қатыспаған ол тек қана жауаптардың ішінде Ресей. 25-ші сұрақ. 1534-1660 жылдар аралығында Лондон қаласының халқы неше есеге өсті? С жауабы 8 есеге. Себебі осы кезеңде Лондон қаласында жалпы Ұлыбританияда ең жаңағы капиталистік қарым-қатынастар осы кезеңде Лондон жерінде жақсы өрлей бастаған кезең болатын. 26-ші сұрақ. 1922 жылы Сирияда құрылған партиялар. Халық партиясы, Араб тәуелсіздік партиясы және Араб бірлігі. Тағы бір партия бар, жауаптың арасында жоқ, ол коммунистік партия. Бұлардың барлығы Каир қаласында құрылған. Сол Каир қаласында бұл негізі не үшін құрылды? 19 ғасырдың аяғына дейін Сирия жері негізі түрік османдарына тәуелді болып келген. 20 ғасырдың басында Сирия ливан жерлері Францияның шикізат көзіне айналып кетті. Демек, бұл жерде жаңағы Франция шикізат ретінде пайдаланып отырды. Ал бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Сирияға өте ауыр тиді. Бірінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін бұлар осы Францияға қарсы көптеген жиі жаңа көтерілістер болып жүрді. 1922 жылы сол Каир қаласында осындай партияларды құрып, мақсаты ұлттар лигасына мандатты жою. Демек, біз кімге Францияға мандат бола алмаймыз, біз өзіміз жеке тәуелсіздік алуымыз керек деп жаңа талап қояды. Бұл бізде Женевада, Франция жерінде конгрессте болған оқиға. 27-ші сұрақты көрейік. Ресейдегі 1917 жылы қазан революциясының нәтижесінде не болды дейді. Ол бізде А жауабы жұмысшылар мен шаруалар коммунасы құрылды, және Б жауабы большевиктер партиясы билікке келді. 1917 жылы қазан революциясынан кейін Ленин бастаған кеңес үкіметі орнаған. Сіздер білесіздер, Қазақстан тарихынан да. Сол кезеңде бізде жалпы халықтың жағдайын көтеру үшін партияда ол большевиктер партиясы келген, және жұмысшы шаруалар жаңағы коммунасы құрылған екен осы уақытта.
Бұдан бөлек кейбіреулер ойлауы мүмкін, ФШО монархия құлатылды деп. Монархия құлатылды, кеңес үкіметі орнады, бірақ монархия оның алдында 17 жылы ақпан айында құлатылып қойған еді. Сондықтан ол жауапты ала алмаймыз. 28 сұрақ. Өзін-өзі билеу құқығын бірінші алған Африкадағы Англияның доминаны. Ол G жауабы оңтүстік Африка одағы. 1909 және 1910 жылдар аралығында оңтүстік Африка өзін жаңағы Англиядан тәуелсіздігін алады. Англия осыған өзін-өзі билеу құқығын береді. Тестте келіп жүрген сұрақтарды осы оңтүстік Африка одағына байланысты алдарыңызға салып қойдық, соны қарап жаттап алсаңыздар болады. 29 сұрақты көрейік. 1970 жылдары сайлауда Чили президенті болып сайланған ол Аленде. 1970 және 73 жылдар аралығында билікті басқарған. Бұл президент 1970 жылы коммунистер мен социалистер құрған партияның үкімет атауы халық бірлігі атауымен Чили президенті атанған екен. Демек, сол кезеңдегі Чили халқының жаңа құрған үкімет атауы халық бірлігі деп аталған. 30 сұрақты көрейік. 1935 жылы соңында 3-ші Борис патша билікті толығымен өз қолына алған мемлекет Болгария. Бұл сол кезеңдегі жаңағы империалистік мемлекеттердің бірі, жаңағы патша отыратын Болгария мемлекеті. Сонымен сіздерге дүниежүзі тарихынан жалпы 30 сұрақтың барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Қосымша ақпараттарды жаттап жүріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.